Ермек, мен уәде бердім, бірақ енді өзімді ұстай алмаймын. Гүлнұр. Тек бір рет сұрадың, бірақ мен әлі дайын емеспін. Ермек жыламсырап, жаным, ерніңмен тигізші. Гүлнұр босанардың алдында үйден шығып бара жатқан. Қолында сөмке, бетінде жеңіл толқу. Ермек оның соңынан ілесіп шықты. Есіктің алдында аялдап, әйелінің жүзіне тіке қарап. 40 күн. Тек 40 күн. Мен сені күтем, ештеңе сұрамаймын, уәде, деді сәл драмалық үнмен. Ермек, 40 күн деген жай емес, ол күтіну уақыты. Мен саған емес, өзіме сеніп тұрмын. Бірақ сен де сабырлы бол. Ұятты нәрсе болмасын, жарай ма? Сен үшін, Гүлнұр, бәріне дайынмын, деді Ермек көзімен ішіп жеп тұрса да. Гүлнұр күліп, үйге ертең келмеймін. Ауруханада жатам бір апта. Сосын анамның үйіне кетем. Сағынсаң видеомен сөйлес, деді де таксиге отырды. Бірінші күн. Ермек өзін нағыз еркек сияқты сезінді. 40 күн бе? Түк емес. Екінші күн. Мұрнынан шемішке қабығын шығарып төсекте жалғыз жатты. Қызық үндемейді. Бесінші күн. Гүлнұрдың ауруханадағы селфиін 10 рет көрді. Бір фотодағы ерніне 5 минут қарап отырыпты. Жетінші күн. Гүлнұр анасымен бірге өз үйіне шықты. Ермек видеодан кішкентай сәбиін көріп көңілі толды. Бірақ бірдеңе жетпей тұрғанда еді. 40 күн өтсін, деді Ермек ішінен. 11-ші күн. Сәлем, қалайсың дегенді кешір, мен бүгін тұра алмадым деп жазып жіберді. Артынан өшіріп үлгерді. 16-ші күн. Кешкі ас іше салып, дереу ваннаға кіріп кетті. Айнаға қарап, тек шыда, тағы 24 күн ғана деп күбірледі. 20-ші күн. Гүлнұр WhatsApp-қа жазды, ертең үйге шығам. Сол сәтте Ермек орнынан атып тұрды. Бөлмеде ары-бері жүріп, қолын ысқылап, бір түрлі дірілдей бастады. Бері келші, деді ол ертесіне есікті ашқанда. Мен шыдай алмай жатырмын. Не? Деді Гүлнұр шошып. Саған не болды? Тез шешші. Не шешейін? Шешіп берші. Ермек. Мен енді бітірейінші. Гүлнұрдың көзі бақырайып кетті. Енді келдің бе, әлі 2 апта бар еді. Мен ішіп көрейінші, тым болмаса иіскеп көрейінші. Гүлнұр үйге кіріп келгенде Ермек есіктің алдында тұр екен. Үстінде тап-таза футболка, шашы таралған, көзі күлімдеп емес, тесіліп тұр. Қолын созып. Келдің бе? Мен дайынмын. Бүгін осы жерде бәрін бітірейік. Гүлнұр аяқ киімін шешіп жатып тоқтай қалды. Ермек, саған не болған? Ештеңе, тек менікі қатып қалды. Сен ғана шешіп бере аласың. Оу, не деп тұрсың? Тезірек кірші. Мен сені күтіп 19 күн бойы ұйықтай алмадым. Кешегі түнде аузымнан су ағып ояндым аяғыңды көріп. Не? Саған лимон алып кел деп жатқанда түсіме кіріп кеттің. Тым шын боп кетті. Кешкілік. Гүлнұр бөлмесіне кіріп, сәбиін бесікке бөліп жатты. Ермек есіктің саңлауынан қарап тұр. Бір кезде сыбырлап. Бір рет болса да берші. Не берейін? Сол дәмін сағындым. Ермек. Саған күнде айтып жүрмін, бірақ сен үндемейсің. Жаным, қолыңмен өзің құйып берші. Сабыр қылсаңшы. Менде шыдам таусылды. Өзім-ақ алайын ба? Ұят емес пе? Мен енді өзімді ұстай алмаймын. Сол түні. Ермек ас үйге кіріп кетті. Бір түрлі ыңырсып, қасықтармен дыңғырлатып жүр. Гүлнұр да артынан келді. Қарашы, деді Ермек баяу ғана, қандай сұйық жылы, сенікіне ұқсап кеткен. Ермек, тыныш бол деймін саған. Қолым қалтырап тұр, бір рет қана ұрттайыншы. Жоғал көзіме көрінбей тұрып. Жо. Өтінем, мен дайындалдым, тіпті ерніме дейін жудым. Тазалықты саған ешкім айтпады. Сен айтпадың. Бірақ мен сездім. Сезім емес, бұл жүйке жүйесі. Гүлнұр қолын беліне қойып, Ермек, сен ренжіме, бірақ мен сенен шын қорқып кеттім. Ермек жерге қарап, 19 күн болды. Тек бір кесе. Тым болмаса иіскетіп қой. Гүлнұр таңертең оянғанда Ермек ас үйде әлдене істеп жатқан. Ыдыстың сылдыры, шкафтың сықыры, бір түрлі ыңырсыған дауыс.
Гүлнұр бірден сезді, бүгінгі күн шешуші күн. Ермек, не істеп жатырсың? Ештеңе. Жай. Дайындалып жатырмын. Көңіл күйің болса бітіріп тастайық дедім. Не бітіресің тағы? Тым болмаса ерніңе тигізші дәмін сағындым ғой. Ермек, сен әлі қоймадың ба? 40 күн дегенді түсінбедің бе? Менің ақылым кетті, Гүлнұр. Айнаға қарап тұрсам, өзіме өзім ұқсаймаймын. Кеше сені көріп, жүрегім елжіреп кетті. Саған қарап отырып төзе алмай кеттім. Саған біреу төзе алмай жатырма десе. Мен 40 күн ұйқысызбын. Ішімді кеспей отырса, мен сені кеспей отырмын. Сенің орның бөлек, сен ерекше, сенің дәмің де ерекше. Оу, Ермек, не дәм, а. Бүгін соңғы күн емес, бірақ мен сенімен бөліскім келеді. Не? Нені бөліспексің? Өзіммен бірге отырып ішкім келеді, сол бір жылы, жұпар иісті, сүт қосылған қайнаған шайды. Үй іші тып-тыныш. Үнсіздік. Гүлнұр тұрып қалып, сәл бөгеліп тұрды. Кенет сүт шайқалған шәйнек сыр-сыр етіп қайнап кетті. Не дедің? Шәй. Гүлнұр, мен кәдімгі шайды сағындым. Сен кеткелі үйде бір ретте дұрыстап шәй іше алмадым. Қантты қайдан іздерімді білмеймін, сүт қатып қалған, лимон кеуіп қалған. Анау бір күні өзім құйып көріп едім, ішінде тұнба қалқып жүр. 40 күн бойы сенің қолыңмен құйған шайдың дәмін аңсадым. Қызыл шайдың түсін көріп, шым жылитын еді, соны аңсадым. Гүлнұр бұрылып, үстелге қарап тұрды. Үстел үстінде шай кесесі, ішінде ыстық буы бұрқырап тұрған шай. Сонда сен осы уақытқа дейін? Иә. Сол шайды айттым. Басқа ештеңе ойлап қалсаң, ол сенің проблемаң. Гүлнұр күлкіден екі бүктеліп түсті. Ермек болса шайын бір ұрттап көзін жұмып, терең тыныс алды. Уффай. Сағынған шай-ай. Рахмет, Гүлнұр. Сені ұрып тастауға шақ қалдым, Ермек. Соңына дейін тыңдамадың ғой, кінә сенде. Шай екен ғой. Ай, шай екен ғой, осыны біреу маған басында айтпай ма?